Баршаңызға сәлем достар, мен суперкелін Диана. Бүгінгі видеода біз көк самсаны дайындауды үйренетін боламыз. Дәмі өте керемет, әрі витаминге толған дәмді самсалардың бір түрі. Дайындалу жолы оп-оңай, ал біргелікте кірісейік. Бізге қажет болады табаққа су, ерітілген сары май, дәміне қарай тұзды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Илектен онды өткізіп, жұмсақ етіп, қамыр илеп аламыз. Иленген қамырдың бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Оға дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Шпинатты турап аласыздар. Пиязды турап аламыз. Табаққа майды салып, пиязды қуырып алатын боламыз. Пияздың түрі дәл осындай сарғыш түске енген соң астын өшіріп, енді салмамызға салатын боламыз. Кинза және қара бұрыш тұзды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырды дөңгелек әрі жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жайып болдық, енді оны бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай қамырдың пішінін кесіп аласыздар. Видеода қалай кесіп жатқанын барлығын мұқият қараңыздар. Ені және ұзындығы бірдей шаршы болуы қажет. Қамырдың үстіне начинканы салып шығамыз. Көк самсаларды дәл видеодағыдай түйіп аласыздар. «180 градуста 20 минутта дайын болады». Дайын болған самсалардың бетіне сары майды жағып шығамыз. Достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған суперкелін Диана. Сіздерде дәл осы көк самсаның рецептін міндетті түрде жасап көріңіздер.